Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің авторлық рецептіммен осындай тамақ дайындайтын боламыз. Бұл тамақты мен ешқай жерден көрмедім, өзім ойлап таптым. Сондықтан авторлық рецепт деп айтып жатырмын. Аз ғана тартылған етке менде мына жерде 250 грамм бір ұсақтап туралған пиязды қосамыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосамыз. Аз ғана паприка қосуды жөн көрдім. Мұқият араластырамыз. Бұл тамақтың негізі асқабақтан стейк, яғни асқабақты қалыңдығы 1-1,5 сантиметр етіп, үлкенірек етіп тураймыз. Менде осындай мускатная тыква кішірек және де ұзынша болып келеді. Сол ұзынша болып тұрған жерін турап жатырмын. Осындай дөңгелек әп-әдемі болып шығады. Асқабақтардың ішіндегі ең дәмдісі, тәттісі осы мускатная тыква. Асқабағымызды противеньге орналастырамыз, яғни бұл тамақты біз пешке пісіреміз. Үстінен тартылған етімізді жайғастырамыз. Піскен кезде етіміз сәл кішіреетінін ескеріңіз, сондықтан тартылған етімізді асқабағымыздың барлық жеріне толықтай үлкенірек етіп жайғастырамыз. Қолымызды сулап, етіміз біркелкі болу үшін үстінен осылай басып шығуға болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 25-30 минутта пісіп шығады. Тағамымыздың үстінен ірімшік қосатын боламыз. Осындай Эмир фирмасының моцарелласын қолданамын. Бағасы жағынан өте тиімді, дәмі де жақсы. Небәрі 100 грамм қажет болады. Кез келген ірімшік түрін қолдана беріңіз. Ірі үккіштен өткіземіз. Тағамымыз дайын болып қалғанда үстінен ірімшігімізді орналастырып, тағы 2-3 минутқа ірімшігіміз ерігенше пешке жібереміз. Дайын болып қалғанын осылай асқабаққа ағаш таяқшаны түйреп тексереміз. Гарнирге ең пайдалы жарма қара құмықты ұсынамын. Негізгі тамағымыз пеште болғанда гарнир отта небәрі 20 минутта пісіп шығады. Жалпы бұл тамақты толықтай дайындап шығуға небәрі 40 минут ғана уақыт кетеді. Осындай тез уақытта дайындалатын пешке сала салатын тамақтарды жақсы көремін. Әрине, кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Жеңіл көкөністі салатпен де ұсынуға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін асқабақтан нәзік езбе сорпасын дайындаймыз. Отымызды қыздырып, 2 ас қасық сұйық майға 1 ас қасық сары май қосып, 1 кішірек ұсақталған пиязымызды қуыра бастаймыз. 2 майдың қосындысында біздің пиязымыз осындай сарғыш болып қуырылуы қажет. Орташа отта шамамен 2-3 минуттай қуырамыз. Кейін үстінен 1 ұсақтап туралған сарымсағымызды қосамыз. Сарымсағымыздың иісі шыға бастағанша 1-2 минут орташа отта қуырамыз. Кейін үстінен осындай ірі 4 бұрышты етіп туралған асқабағымызды қосамыз. 500 грамм қажет болады. Орташа отта 3-4 минут қуырамыз. Кейін үстінен дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Суымызды қосып, шамамен 1 литр су қажет болады. Қайнауға дейін жеткіземіз. Суды көп қоспаймыз, осылай асқабағымыз батып тұрса жеткілікті. Асқабақ піскенше 25-30 минуттай баяу отта пісіреміз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексереміз. Осындай нержавейка ыдысымызға орналастырамыз. Өйткені менікіндей қазанға блендерді қолдануға болмайды. Покрытиесін құртып аламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын прованс шөптерін қосуға болады. Мен аз ғана 1 шай қасықтай базилик шөбінен қосамын. Асқабақ езбе сорпасының негізгі базовый рецептісі осындай. Әрине, бұл сорпаға да жасымық сорпасы секілді ет қосуға болады. Сәбіз, картоп қосуға болады. Сорпа одан сайын дәмді бола түседі. Және де міндетті түрде кілегей қосуға кеңес беремін. Сондай нәзік, дәмі сливочный болады. Асқабақ дәндерімен сәндеймін, қасына қытырлақ нанмен ұсынсаңыз керемет болады.
Сізге және отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымда басқа да сенімді, пайдалы бір жасағаннан шығатын рецепттері бар. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Алда жаңа керемет видеолар болады. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.